Мен Мұнайлы ауданы номер 11 орта мектептің 9-б сынып оқушысы Редова Жұлдыз. Бүгінгі зерттеу жұмысына дайындаған жобам күміс металының пайдасы мен зияны, адам өміріне маңыздылығы. Ғылыми зерттеу жұмысымның мақсаты күмістің шығу тарихы мен оның түрлерін, емдік қасиеттерін, жасалу жолдарын келешек ұрпаққа насихаттау, үлгі ету. Зерттеуімнің өзектілігі күмісті күнделікті өмірде қолданғанымен оның көптеген пайдасын, өзіне тән ерекшеліктерін біле бермейміз. Өз жобамда күмістің қасиеттері жайлы тоқталмақпын. Осы тақырыпты қозғаудағы мақсатым ұлттық қолөнер бұйымдардың, оның ішінде күмістен жасалған бұйымдардың халық арасында кеңінен насихаттауын жүзеге асыру, ұлттық мәдениетімізді ұлықтау. Аннотацияға көшетін болсақ, аннотация. Қазіргі жасалған зергерлік бұйымдар әжімдердің кезіндегідей таза күмістен жасалмайды. Халқымыз күмісті адам ағзасына пайдасы бар деп сеніп, күміс ыдыстан тамақ ішіп, күміс әшекейлер таққан. Сәби дүниеге келгенде күміс тиындарды салып жуындырған. Емшілер күмістің қасиетін ерекше бағалаған. Қыс және күз айларында адамның тұмауға төтеп бере алмауының себебі адамның иммундық жүйесіндегі күмістің азаюынан. Жобамды жазу барысында күмістің ауру тудыратын элементтерді жойып, микробтар мен токсиндерді жоятындығын білдім. Ағзадағы күміс жетіспеушілігінен адамның жұмыс істеу қабілеті төмендеп, қорғаныш қасиеті азайып, тез шаршау пайда болады. Күміс физикалық процестердің қалыптасуына, органдардың дұрыс жұмыс істеуіне қызмет етеді, және ол зат алмасуына, қан айналымына қатысады, ағзаны жасартады. Сонымен қатар күмісті мойынға таққан күміс бойтұмарлар адамның қан айналымын жүзеге асырады. Егер жүзік сұқса саусаққа тақса, ол ішектердің жұмысын жақсартады, әжімдердің жоғалуына әкеледі. Ал оны шынашаққа тақса, ол жүректі түрлі аурулардан қорғайды. Күмістің шығу тарихы. Күміс біздің эрамызға дейінгі 4-ші ғасырда Кіші Азия аймағында өндірген. Оны ең алғаш Бактрияда өндірген. Күмістің химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Күміс аргентум элементтердің периодтық жүйесінің бірінші тобындағы химиялық элемент. Атомдық номері 47, атомдық массасы 107. Өзімнің зерттеу жұмысымды жүргізу барысында мен күмістің таңдағы қолданылу жағдайына да мән бердім. Ол үшін сауалнама жүргіздім. Сауалнама нәтижесінде 47 адам қатысты. Күнделікті тағып жүретін әшекейіңіз қандай деген сұраққа 18 адам күміс, 23 адам алтын, 6 адам бижутерия деп жауап берді. Күміс бұйымдар таққан ұнай ма деген сұраққа 21 адам жоқ, 26 адам я деп жауап берді. Күмістің емдік қасиеті жайлы білесіз бе? 27 адам шамалы білемін, 20 адам білмеймін. Үйіңізде күмістен жасалған ыдыс-аяқ қолданасыз ба дегенге 47 адамда жоқ деп жауап берді. Туған күніңізге қандай әшекей сыйлағанды қалар едіңіз? 17 адам күміс, 36 адам алтын деп жауап берді. Қорытындылай келе, егер біз күмістің қасиеттерін түсініп, оны кеңінен жақсы жағынан пайдалансақ, денсаулығымызды жақсартар едік. Ұсыныстарым: мектепте осы тақырыпқа қатысты қолданбалы курстар енгізілсе, ер балаларға ұсталық кәсіп пен зергерлік бұйымды жақсы үйрететін үйірмелер ашылса, күміс және оның қасиеті туралы кітап болашақта шығарсам деймін. Назарларыңызға рахмет.